Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте әдемі, дәмді, бір жасағынан шығатын сүзбелі ватрушкалардың жасалуын көрсететін боламын. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Артынан құрғақ ашытқанымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Сосын шекерді салып та жақсылап араластырамыз. Сосын жұмыртқаны саламыз. Оны да салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын бір ас қасық тұз салып, араластырып аламыз. Сосын ұнымызды алып, аз-аздан ұнды саламыз. Бірден барлығын салмаймыз. Аз-аздан салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын ерітілген сарымайымызды саламыз. Ортасында ұнды салып жатқанда сарымайды да салып, артынан қалған ұнды салып, бірінші осылай жақсылап араластырып, артынан қолымызбен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Міне, қамырымыз да дайын болды. Дайын болған қамырымыздың үстіне пищевой пленканы жауып, 1-1,5 сағатқа үстіні орап, жылы жерге қойып қоямыз. Міне, қамырымызды ашып дайын болды. Дайын болған қамырымызды алып, осылай кесіп, 15-16 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен де 15 бөлікке бөлдім. Қолыңызбен немесе осындай пышақтың көмегімен кесіп аламыз және думалақ етіп, бәріні осылай істеп шығатын боламыз. Бөлген қамырлардың барлығын осылай жасап шықтым. Енді тағы да 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Сол кезде тағы да көтеріліп көпсейтін болады. Енді ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен творог, сосын 1 жұмыртқа, жұмыртқаңыз кішкентай болса 2 жұмыртқа, сосын шекер, сосын қаймақты салып, барлығын араластыратын боламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Жақсылап араластырып, 2 ас қасық кукурузный крахмал салып, араластырып аламыз. Міне, кукурузный крахмал салып, араластырып алдық. Міне, ішіне салатын салмамыз дайын. Дайын болған қамырларымызды алып, саусағымызбен осылай кішкене жайып шығамыз барлығына. Сосын стакан немесе бокалдың көмегімен орталарына осылай басып шығатын боламыз. Себебі ортасы ойықтау болу керек. Ортасына салмасын салған кезде салмасы ағып кетпеу керек. Осылай барлығын үстіне басып шығатын боламыз. Дайын болған қамырларымыздың үстіне дайындаған салмамызды салып шығамыз. 2-3 қасықтан саламыз. Міне, салмасына барлығына салып шықтық. Енді бір жұмыртқаның сарысына ватрушкаларымыздың шет-шеттеріне жағып шығатын боламыз. Сол кезде, піскен кезде қып-қызыл болып, әдемі болып пісетін болады. Осылай қамырына жұмыртқамызды жағып шығамыз. Осылай барлығына жағып шығамыз. Осы уақыт аралығында 180 градуста пешіміз қызып тұру керек. Міне, барлығына жағып шықтық. Енді қызып тұрған пешімізге 30-40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне, сүзбелі ватрушкаларымызды дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Жұмсақ, жасауға кеңес беремін. Менің отбасыма, балаларыма өте қатты ұнады. Осылай ыстық күйінде сахарный пудра сеуіп шықсаңыздар болады. Одан сайын дәмді, одан сайын әдемі болады. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырыңыздар.